Сәлеметсіз бе апай, қайырлы күн. Бізде бүгін 9-ші лабораториялық жұмыс жасанды интеллект және чат-бот жасау тақырыбы. Жалпы чат-бот жасау, яғни біз Telegram ботты қолданатын боламыз. Чаттардың жалпы ерекшелігі ол белгілі бір бизнес процесті, белгілі бір тапсырмаларды автоматизацияға арналған IT құралдардың бірі болып табылады. Осы чат жасауда алғашқы шенде көп қолданылатын ол Telegram программасы болады. Біздің мақсатымыз чат-ботты белгілі бір идеяны қорғау және соған барынша жасанды интеллектті қосуға тырысу. Мен де сол чат-бот және Python арқылы соның кодын жазу мақсат болатын. Неге? Себебі Python арқылы жазған чат-боттар өте икемді және қолайлы болып табылады, және олар көптеген қиын тапсырмаларды орындау мүмкін. Басқа да мысалы интернетте дайын жобалар, дайын платформалар болуы мүмкін. Сол жерде де чат-бот жасауға болады, бірақ олардың ерекшелігі олар тым шектеулі болып табылады. Бізде чат-ботқа келетін болсақ, менде қазір осындай синтез деген чат-бот жасаған болатын. Қазір запускать етсек, қосып қояйық. Так, запускация етіліп тұр. Так, одан бұрын ескертетін, бұл өзімнің ноутбугым. Заңғар Бокенов, қарасаңыз болады. И жалғастыра берсем, чат-ботқа осылай кіреміз. Начать чат-бот. Мен чат-боттың ерекшелігі Google календармен искусственный интеллект қосып, яғни Google календармен, мына жақта мынау Google календар, мынау чат-бот арасында интеграция жасап, тапсырмаларды сол Google календарға енгізу мүмкіндігі қосылған чат-бот. Начатьты басамыз. Такс. Одан кейін келесі бізге алғашқы авторизация жасау керек. Авторизация, яғни өз атымыздан кіреміз. Авторизация батырмасын басып, осындай сайтқа шығады. Сол жерде осы авторизация кодын алу керек. И сайтқа барамыз да ауыз ауыз командасын жазу керек. Авторизация сәтті өтеді. Одан кейін таймзон арқылы біз часовой пояс Алматыны қосамыз. И одан кейін бұл жерде бізде орысша жазу керек. Мысалы, менде сегодня с 14:00. Сейчас 8 часов 45 минут. Мысалы, 15:00 дейік. Тренировка деп жазамыз. Қате жазылған дейді. Ол үшін бізде help батырмасын басу керек. Сол жерде бізде барлық руководство жазылады. Мысалы, сегодня с 10:00 до 12:00 деп жазуымыз керек. Яғни қате жіберіппін, қайттан жазатын болсақ. До деп тренировка деп жазамыз. Мұнда қатеміз мүмкін, менде орфографический қате екен. Сегодня деп жазған, мен сегодня деп жазу керек. И запускать ететін болсақ. Қатемді түзедім. Яғни ошибка жазбын, бас әріппен жазу керек екен. И мысалы, соны алатын болсақ, скопировать етіп қайттан саламыз. И салдық, и бізде событие добавлено деп шығады. И оны көру үшін бізге Google календарға бару керек. Google календар қай жерде? Так, жалғастыратын болсақ, жаңа текстовыйдан бөлек менде аудио сообщениялар жазуға болады. Яғни адам голосын распознавать етіп, искусственный интеллект арқылы. Сол арқылы заданияны алып, біріншіден сол заданияны Google календарымызға қосу мүмкіндігі бар. Мысалы айтатын болсақ, сегодня с 15:00 до 14:00 домашняя работа деп жіберетін боламыз. Ол бізде қате жіберіппін. Сегодня
с 15:00 до 16:00 домашняя работа деп жіберетін болсақ, бізде сол заданияны оқып, ол осылай сообщение береді, событие добавлено, и ссылка арқылы Google календарьға өтеміз. Google календарда сол біздің заданиямызды көруге болады. Мысалы, сегодня деп жаздым, домашняя работа деп қосып қояды осылай. Бұл тапсырма қиындық тудырды, себебі бұл жерде бізде Google календармен не бар, интеграция бар, ал Google календар өздерінің приложениесіне открытый доступ бермейді. Сол себепті Google компаниясынан осы Google календарға доступ сұрауға мүмкіндік тура келді, и және жауабын бірнеше күн күтуге тура келген болатын. Яғни жалпы бұл Telegram бот бізге көптеген пайдалар береді. Яғни біріншіден, мысалы, жолда кетіп баратсақ, жазуға мүмкіндік жоқ, ал бірақ аудио арқылы Telegram ботқа айтамыз, голосовой. Ол интеграция болғандықтан біз Google календарға событияларымызды қосып қояды. Google календардың ерекшелігі, ол атақты компания болғандықтан көптеген устройстволарда поддержкасы бар. Сол арқылы біз заданияларымызды күнделікті енгізе аламыз. Жалпы бұл планированияға келіп тоқталады. Планирование жалпы өмірді, күнімізді, аптамызды, айымызды, жылымызды тиімді өткізуге өте бір мықты құрал. Яғни жоспаршы жүрген адам өмірінде хаос болады, ешбір жұмысқа, бір жетістіктерге жете алмайды, себебі ойлары, тапсырмалар қағаз бетіне, экран бетіне түспеген. Ал экран бетіне түспеген нәрсе ойда қалмайды, бірден шығып кетуі мүмкін. Ал бізде осындай интеграция арқылы, Telegram бот арқылы біздің күнделікті тапсырмаларымыз өмірде ойдан шығып кетпейді. Барлығы экран ішінде, өзіміздің аккаунтымызда, және орындаған соң көріп, қандай событиялар бар, қандай мысалы нелер бар, маңызды событиялар, бару керек жерлер, кездесулер болса, соны Telegram бот арқылы қоса алатын боламыз. Telegram боттың коды осы. Жалпы бірнеше кодтар жазуға тырыстым, яғни барлығын бір файлға емес, бөлек-бөлек жеке файлға. Және бізде импорт Telegram боттың. И және мен бөлек-бөлек нелерге бөліп жазған болатын. Әрбір команданы, сол командаларды бір жерге жинақтадым. Яғни start, help, authorize, else, ол командалар және Telegram боттың ішіне келетін болады. Оларды жеке бір жиынға, массивқа жинадым. Кейін main функциясы қосылу керек. И қалған бөлшектері, мысалы командалар осы бөлімде жазылады. Қандай командалар шығу керек. Одан кейін авторизация командасы, жаңа бізге бір сайтқа, бөлек сайтқа шығамыз, сол жерде ссылкасын алу керек. Сол ссылкасын енгізу арқылы бізде өзіміздің Telegram бот пен Google календарының арасында байланыс түзеді. Одан кейін add event voice деген менде файл бар. Ол жерде біз жаңағы speech recognition қосқан болатынбыз. Ол сол искусственный интеллекттің бір бөлшегі. Ол дауысты тануға және дауысты танып, соған сәйкес командаларды қостым. Ол жаңа сөздерді танып, сол событияны, уақытына, событияның атына сәйкес уақыт интервалдың арасына қосатын болады. Жалпы айтқанда осы, Telegram ботым осы. Одан кейін бөлек семинарға тапсырма ретінде Telegram боттар жайлы презентация қорғасам деп едім. Презентация көшетін болсақ. Так, Telegram чат-боттары. Telegram боттар жалпы заманауи тренд және мүмкіндіктер. Бұл презентацияда боттардың өзектілігін, олардың маңыздылығын және жасанды интеллектті қолдануды түсіндіреміз. Жалпы Telegram бот жаңа айтып өткеніміздей, ол көптеген автоматизацияда, бизнеста, жеке дамуда және шығармашылықта қолданылатын өте бір мықты инструмент. Солда алда қатарда кездесіп отқан ол Telegram бот. Басқа да бот түрлері бар, мысалы WhatsApp'та да бизнес боттар бар, бірақ одан ерекшелігі Telegram бот кез келген адам жасай алады. Оны қолдайтын бірнеше платформалар бар. Соның ішінде осы Pythonмен де жазуға болады. Келесі Telegram боттың өзектілігі. Ол аудиторияның өсуі ең алғашқысы. Telegram бот аудиториясы жылдам өсуде. 2020
2024 алдыңғы жылғы статистикаға қарайтын болсақ 80 миллионнан астам қолдану үстінде. Өзім де соны жиі қолданамын, әсіресе мысалы ютубтан ссылка жіберіп ол жерде аудио файлдарды көшіруге мүмкіндік бар, соны қолданып жатырмын. Оның ерекшелігі ол өте тегін, ашық, кез келген адам қолданады, регистрация ештеңе керек емес. Бизнес мүмкіндіктері. Telegram боттары бизнес үшін маркетинг, сату және қолдану бөлімдер қызметтеріне пайдаланылады. Үшіншісі трендтер. Электрондық коммерция және білім беру салаларында боттар танымал болып келеді. Яғни бизнес және трендтер сату саласында, маркетинг саласында өте көп қолданылады. Әсіресе бір зат заказ бергіңіз келсе, ол туралы жалпы информацияны, бағасын, қай жаққа ақша жіберуге, сол туралы барлық Telegram бот жасайды. Бұның ерекшелігі бізге сату менеджерін, сатушы, қоңырауларға жауап беруші адам керек емес, барлығы ыңғайлы форматта адамдардың алдына ұсынылады. Telegram боттардың маңыздылығы ол автоматтандыру, яғни тапсырмаларды автомат түрде орындауға болады. Екіншісі қолжетімділік, тәулік жұмыс бойы істейтін қолдау қызметі бар. Үшінші және персонализация, әрбір пайдаланушыға жеке тәсіл бар, яғни автоматтандыру, ол жерде адамның ешқандай қажеті жоқ. Яғни екіншісі қолжетімділік, яғни адам 24/7, яғни адамдардың минусы, егер жалдайтын адамдар, жалдамалы адам жалдасаңыз, олар шаршауы мүмкін, ұйқысы келеді, және олардың жұмыс уақыты бар, оларға жалақы бөліну керек, және олардың да бір кездері сапасы түсуі мүмкін. Ал Telegram боттың ерекшелігі ол әр адамға жеке подход табу мүмкіндігін қосамыз, және де әрқашан бір қалыпты, бірдей тиімділікпен жұмыс істейді. Telegram боттың маңызы қаржылық пайда, яғни сату көлемін ұлғайтып, шығындарды азайтуға көмектеседі. Яғни сіз бірнеше сату менеджерін жалдағанша бір Telegram бот жасасаңыз, ол сізге өте пайдасын тигізеді. Яғни бір рет жасайсыз, есесіне пайдасын үздіксіз көріп отырасыз. Екіншісі деректер талдау, ол пайдаланушылардың мінез құлқын зерттеуге болады, маркетинг стратегиясын жақсартуға мүмкіндік бар. Үшіншісі интерактивтілік, ойындар арқылы аудиториямен байланыс орнатуға болады, сауалнамалар мен конкурстарда пайдалы. Яғни интерактивті адамдармен жеке қарым-қатынас, кері байланыс бар. Ол адам үшін өте маңызды және бизнес үшін өте пайдалы инструмент. Telegram боттардың жасанды интеллект, ол NLP технологиясы, яғни пайдаланушының тілін түсінуге көмектеседі, сонымен қатар автомат түрде жауап беруге мүмкіндік береді. Чат-боттар сұрақтарға автомат түрде жауап береді, интеллектуалды агенттер үшін жұмыс істейді. Бұл жаңадан қосылып жатқан әдіс, себебі чат-боттарға искусственный интеллект қосу арқылы, яғни ол өзі үйреніп, әр адамға жеке подход, олардың деректерін сақтап, соған сәйкес өзіне ұсынылатын қызықты нәрсе, информацияны беретін болады. Үшіншісі ол machine learning, яғни боттардың оқу және жетілдіру қабілеттерін арттыру. Жаңа айтқанымыздай, ол өз-өзін дамытып, деректерге сай білімін, қабілеттерін және тілдік байлығын дамыта алатын мүмкіндіктерге ие. Telegram боттарын жасанды интеллект, ол клиенттерге қызмет, маркетинг, ұсыныстар және қауіпсіздік. Яғни Telegram, ChatGPT сынды искусственный интеллектерді Telegram ботына қосуының бір ерекшелігі ол қауіпсіздік. Яғни қауіпсіздік жағынан уайым жемесеңіз болады деп айта аламын. Себебі Telegram бот, искусственный интеллект бізге айтарлықтай ол үшін ол ақша пайда алып келмеуі мүмкін. Ал ұсыныстар, яғни Telegram боттың ерекшелігі ол басқа ресурстардан да ақпарат алады, және сол ақпаратқа негізде сізге ұнайтын, сізге пайдалы, сізге актуальный, сізге өзекті тапсырмаларды сізге ыңғайлы форматта жеткізе алады. Екінші сол маркетинг, яғни сауда саласында өте қолайлы, яғни аз сөз арқылы, аз сөзбен көп мағына беріп, адамдарға тиімді сату паттерндарын ұсына 9 алады. часов. Telegram боттарын жасау жолдары, ол бірінші бот-фазер, яғни ботты тіркеу және API токен алу. Ол үшін бот-фазер дейтін арнайы Telegram бот бар. Сол жерде өзіңіздің ботыңыздың атын жазасыз және ID номерін жазасыз. Сол ID номер арқылы сіз өз Telegram ботын жасай аласыз. Екінші сол тілдер арқылы, яғни Python, біздің кейсімізде екінші сол JavaScript, Node.js және тағы басқа тілдер арқылы Telegram бот жасауға болады. Үшінші сол платформалар, яғни Dialogflow, Microsoft Bot Framework, яғни бұларда сіз код жазбайсыз, тек қана макетін, оның жұмыс істеу принциптарын ғана сипаттап өтесіз. Сол арқылы сізге керекті заттарыңызды, керек нәрселеріңізді беріп, кодсыз ақта,
Telegram бот жасауға болады. Қорытындылай берсек, Telegram боттардың мүмкіндігі шексіз, өйткені деректер өте көп, адамның фантазиясы өте терең, өте ауқымды. Сол арқылы сан қырлы Telegram боттар мен мүмкіндіктер жасауға болады. Тиімді шешімдер ұсынады. Неге тиімді? Өйткені ол жерде ресурстар біріншіден аз кетеді, екіншіден сыртқа шығатын өнімдер өте көп. Оны сол үшін тиімді деп айтсақ болады, өйткені шығын аз және пайда өте көп. Үшіншісі ол жасанды интеллект. Ол қазіргі 22-ші жылдан бері өзекті болып келетқан тақырыптардың бірі. Жасанды интеллект адамның ойлау принциптарын қайталайтын машина код, алгоритм десек болады. Сол арқылы ол адам миы қалай үйренетін болса, ол одан да тиімдірек үйреніп, адамнан ерекшелігі ол бірнеше терабайттап информацияларды алып, соған сәйкес бизнес мүмкіндіктер, жаңа шешімдер, жаңа алгоритмдер, жаңа ұсыныстар, жаңа идеялар, жаңа қызметтер ұсына алады. Жалпы айтқанда осы, қысқаша айтатын болсақ, Telegram боттар өте өзекті. Жалпы айтқанда боттар өте өзекті. Ол адамдардың жұмысын, адамдарға сату, ақпарат беру процестерін біршама жеңілдететін құрал, және қазіргі салада жасанды интеллектпен қолдану біз үшін өте тиімді болып табылады. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.